Қазақстанда жоқ бизнес ол андай ғой, значит ол жүрмейтін бизнес. Басқа вариантын көбінше білмейтін сияқты адамдар. Ақылдасады, бірақ дұрыс емес адамдармен ақылдасады. Енді шығып не айтасың? Мен ойымша ең көп адамның алданатын нәрсесі осы сияқты сыртқы бейнесі ше. Көп мықты бизнестер негізі тым әдемі емес бизнестер ғой. Бірақ сен оның оборот білесің миллиард. Ақша сұрап келген кезде саған әдемі бизнес керек пе әлде көбірек ақша керек пе деген мәселе да. Алтыда шыққаннан кейін барып егер де жұмысты ұмыта алатын болсаң, ол үлкен бақыт негізі. Ол үлкен нығмет негізі. Алла ризықты біз ойламаған жерден береді. Ақылға да салу керек, и тәуекел де жасай алу керек. Бүткіл ақшаңды тігіп жібермеу, қанша жыл жинаған, екіншісі кредитпен кірмеу, үшіншісі Тым қатты қорқақта болып қалмаңыздар. Кішкене батыл кіру керек кейбір темаларға. әдемі. Бойдақ кезде ғой. Әдемі, иә. Бизнестің бір маған ұнайтын тұсы, сен үнемі тәуекелде боласың. Мысалы кейбір адам көкпардан ләззат алады, кейбір адам жүзуден ләззат алады. Ол ақша салудан ләззат алады екен. Ол ата ма атпай ма оған маңызды емес. Таныстырып қойыңызшы, қайда жүрсіз? Біз не кездестіріп отыр ондай тезігі. Ассалаумағалейкум. Бізде кезекті подкаст. Бұл подкастта өткен подкастымызда қонақтар Абылқайыр ұстаз және Темірлан бауырымыз. Подкастта талқылайтын тақырыптарымыз бұл кәсіп. Яғни кәсіптегі ең алғашқы қадамда жасалынатын қателіктер бар, жалпы кәсіпкерлердің менеджмент саласында, финанста. Енді уақытымыздың шегіне қаратай тақырыпты ашуға тырысамыз. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бірден сұраққа көшсек, чтобы андай подкастты тиімді не болсын. Жалпы адам кәсіп ашқан кезде орнататын қателіктер бар да өзі. Мысалға топ 3 қателік деп нені айта алатын едіңіз ұстаз? Мен бастаған дұрыс па? Иә, әрине. Өткен жолда мен бүкіл подкаст ойлап шыққан. Әрқашан Мүмкін сіз бастайсыз. Ұстаз, әрқашан сіз бастайсыз. Сіз аса кезіңіз бекітіп қойғанбыз уже деп ше. Сізге айтпай. Жақсы. Бисмилля. Енді біріншіден менің есімім Әбілқайыр Мәдиұлы Жұматаев, Нұр Мубарак университетінің оқытушысы, исламтанушы, PhD докторант, кәсіпкер. Мен негізі өзімді исламтанушы ретінде позиционировать етемін ғой негізі. Бірақ кәсіппен айналысып келе жатқаныма қанша болды қазір? Негізі мен үшін бір алғашқы культурный шок болған нәрсе. Қазақстанда көп имамдардың бизнестері бар екен. Өйткені мешіттегі айлық көп емес та. Сондықтан қосымша сен жанынан бизнесті жүргізіп үйренуің керек. Әрі ол бизнес сенсіз жүру керек көбінше. Өйткені аздан кешкен жүре алмайсың, мешіттесің. Мен үшін алғашқы культурный шок сол болды. Екінші культурный шок кәсіп пен дін мәселесі келген уақытта мен ұстаздарым болды. Өйткені мен ұстаздарымның арасында доллары миллионерлер бар. Өздері шейх, үлкен әлемдік деңгейдегі бір салдан үлкен ғалымдар, эксперттер, бірақ шейхтар. Мен таң қалдым. Қалай бұл кісілер мынаны қалай алып жатыр? Еще өзі ЖК салады, кәдімгідей қаланың, облыстың, республиканың деңгейіндегі үлкен объекттер салады. Бірақ сонымен қатар исламтану ғалымы. Жауабын кейіннен түсіндім. Сен бізге сабақ беретін ұстаздардың біреуі ғалым. Менен бір 20-30 есе терең шығар білімі, енді кемінде. Сол кісінің жасы 19-да еді. Ойлаңызшы, 19 жаста, бірақ уже ғалымда. Олар әрі қарата жалғастырып оқи берген сайын, ол кісі еще әлде де оқып отқан. Ол кісілер жалғастырып оқи берген сайын 25 жасына келем дегенге шейін кәдімгідей үлкен дәрежеге болады. Сәйкесінше кішкентай кезінен бастап шариғат ілімдерін тереңдегендіктен бара-бара өзінің бір уақыттарын кәсіпке арнап, бір уақыттарын сабаққа арнап, екі араны тең ұстап жүруге мүмкіндіктері болады екен. Оның үстіне кәсіпкер деген кім? Кәсіпкер қолына ақшасы бар адам. Ғалым деген кім? Қолына Құдайдың бағыттамасын, гайдансын ұстаған адам. Дұрыс па? Ақшаны қалай дұрысырақ жарату керек екендігін, көбірек тақуалықпен қалай әрекет ету керек екендігін біз бәрібір де Құран мен хадистен, шариғаттан түсінеміз. Сәйкесінше шариғатта терең түсінген адамның қолындағы болған байлық ол айып емес, ол керісінше ол үшін жақсылық, ол үшін де жақсылық және қоғам үшін де жақсылық. Өйткені дәл шариғат бойынша қалай жасырылу керек, шариғат бойынша қалай жұмсалу керек, соның барлығында білетін сәйкесінше ол болу тиіс. Сондықтан әлбетте ол оңай емес, бір адамның қолында ғылымдай бизнесте жиналуы, бірақ жиналған болатын болса ол қоғам үшін үлкен бір жақсылық. Жақында Мұрат Лариба келді ғой, бардыңыздар ма? Барған жоқсыздар сіздер, көрген жоқпын болса.
Мен бардым десеңізші. Мен бардым. Алматыда болмадым. Иә, бір екі сағат. Болсам да барғым екі талайды өйткені Иә, бірақ орысша ғой. мен түсінбеймін ғой. Қысқасы сол Мұрат Лариба келген кезде бір әңгімелердің арасында столдың үстінде бір жерде кейіннен бір обедтің кезінде бір әңгімелесіп отырсақ, маған имам хабарласып отыр дейді да. Енді біз үйреніп қалғанбыз ғой, біздегі көп кәсіпкерлер андай болып жүреді ғой, бүйтіп имамдар хабарласып отыр, андай қайттан бір нәрсе сұрайды деп сөйтіп жүреді ғой. Мен сондай күттім да одан енді. Имамдар хабарласып жатыр ма деп сөйлесем, жоқ, сіз басқаша түсініп қалмаңыз. Наоборот, жақсы хабарласқанымыз солар үшін жүрміз ғой дейді да. Көрдің ба қалай? Мұрат Ларибаның көбісі бизнес тарапынан білгенмен, негізі ол кісі кәдімгі шариғи білім алған кісі екен негізі. Кәдімгідей жақсы базасы бар кісі екен. Ана іштегі сұрақ жауап болған кезде кәдімгі фиқхи сұрақтар қойылып отыр ғой. Ана кісі пытырлатып отыр. Жақсы, былай негізі базасы жақсы, ұстанымдар жақсы. Отырып екеуміз сөйлестік біршама. Қазақстанда мысалы дейді, екеуміз біраз отырып әңгімелестік. Қазақстанда дейді, ислам танудан мамандар көп қой дейді. Келгелі бері көріп отырмын дейді. Талай адаммен жолығып отырмын, ислам танудан, исламский финансыдан кәдімгі жақсы хабардар дейді. Неге онда закредитованность населения соншалықты жоғары деңгейде дейді. Халықтың неге кредитке белшесінен батып жатыр дейді. Егер де исламский финансыдан кредитке қарсы исламский финансыды жақсы меңгерген мамандар көп болса дейді. Неге сендер жаңағыдай соны не қылмайсыңдар дейді, насихаттамайсыңдар, сол продукты көбірек ұсынбайсыңдар, алып келмейсіңдер. Неге халықтың барлық рибада батып жатыр дейді. Қызық мәселе негізі, ойланып тыңдай мәселе. Ойладым, бірінші мәселе, енді қазір мен уже түсініп отырғаным, бізде мен ойымша басқа вариантын көбінше білмейтін да сияқты адамдар. Алдында, енді жаңадан бастап жатқандар әсіресе, алдында маған бір кісі келген, іс-шараның кезінде, іс-шарада бір кісі келді, сіздің сұрақ сұрау үшін арнайы пәленбай университеттен келген екен, осындай деп. Жарайды, сұрақ сұрайын деп еді, хорошо, онда менде қазір уақыт бар, үйге барғанға дейін жүр, жолда сұрап барасың деді. Жақсы. Кетіп бара жатырмық. Ол түсіндіріп айтып отыр. Мен бір кісінің қолында жұмыс жасадым дейді. Мебель тазалайтын бір мекемеде жұмыс жасаймын дейді. Енді мен өзіме бір жеке басыма заказ түсіп жатыр дейді да. Мекемеге емес, таныстарымнан. Андай мекеменің ішінде мебельді тазалап беріп не қылуға. 80 мың теңге ма сондай түседі екен да одан. Екі кафеден, бір кафеден 40 мың, екінші кафеден тағы да 40 мың деді қателеспесем. Цифрларын нақты есімде жоқ, біраз жыл өтті уже. И менен сұрап отыр. Мен қазір кредит алып, бизнес бастасам болады ма дейді. Мен айттым, саған шариғат маманы ретінде айтайын ба, или жоқ әлде финансқа қызығатын адам ретінде айтайын ба, кәсіпкер ретінде айтайын ба, қай жағынан айтайын деймін. Екі жағынан айта беріңіз ұстаз дейді. Давай былай қылайық. Мен саған бірінші кәсіп тұрғысынан айтайын. Сен қазір ол аппарат сатып алсаң, жаңағы пылесос сияқты химчистка заты болады екен да. Қанша аласың десем 600 мыңдай дейді кредит. Өз студент. Кредитке 600 мыңға аппаратура алайын деп отыр. Хорошо. Сенде мынау екі заказ біткен соң не істейсің ол аппаратураны дедім. Білмеймін, заказ іздей бастаймын дейді. Көрдің ба? Сен кәсіпті дұрыс меңгерген болсаң, біріншіден сен аппаратураны сатып алудан бастамауың керек. Сен бірінші клиент табудан бастауың керек. Ана Таяптың рекламасын байқайсыздар ма? Кейбір рекламалар шығады. Ондай ұсыныс жоқ. Бірақ для определения спроса населения деп тұрады. Ол деген сөз халықта сұраныс бар ма осы тауарға, жоқ па түсініп алу үшін де. Дұрыс. Ол жерде итак астында жазылып тұрады. Ол ескерту ретінде осындай жазылып тұрады. Бір алдау бір нәрсе өзінің жоқ тауарды сату емес ол жерде. Кәдімгі ескертіліп тұрады. Осындай тауарға қызығушылық бар ма деген сияқты анықтайды. Жазып қояды кәдімгідей. Бұл қызығушылықты анықтау үшін деп тұрады кәдімгідей. Бұл дұрыс жол негізі. Шариғи тұрғыдан енді, конечно, моменттерін қарау керек. Жаңағыдай сен қадағалауың керек моменттерін, бірақ сен бірінші клиенттерді анықтап алуың керек. Жоқ тауарды сатпай, бірақ клиент табудан бастауың керек. Сен бірінші кредит алудан бастамауың керек негізі. Жақсы. Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Сен тура осы аппаратураны арендаға ала аласың ба дедім да. Қазір жұмыс жасап жатқан мекемемен сөйлес. OLX-тан қара, басқадан қара. Көрші, сен арендаға аладым екенсің тура осы затты, аппаратураны. Қарады, окей, алла деген. Супер. Все, екеуін бір күнге қойға бола ма заказды? Болады. Бір күнде істей аласың ба екеуін? Я істей алам. Бір күнге қой, 30 мың теңге ма бір әсе тұратын шығар, жаңағы аппаратура есім жоқ, осы қанша екендігі. Ал, делаешь, ар жағында разница сенікі. Болды.
осылай сосын кете бер дедім да, бара сосын ақша жинап аппаратураны без кредит алып аласың, рибаға кірмейсің, берекетіңді қашырмайсың, кәсібің дұп-дұрыс болады, осылайын аяққа тұрғыз дедім да. Хорошо деді. Арада біраз уақыт өтеді, есімде жоқ қанша уақыт өткен, бір жарты жыл өткен шығар. Маған кейін WhatsApp-қа жазады: ұстаз, ассалаумағалейкум, қалайсыз? Еще екеуміз бірге үйге қарай барғанбыз, үйдің алдына келіп мен номерін беріп жүргенмін почему-то. Жеке номерін берген ғой. Қатты жаным ашып кетті ғой мына кісіге. Бір күні сообщение келіп тұр: ассалаумағалейкум, ұстаз, қалайсыздар деп. Енді ондай сообщение көп келеді да. Қатты бір мән берген жоқ. Бүйтіп қарап отырсам, Инстаграм тұр, бір нәрсе тұр. Ұстаз, осының үстіне алда мен сізден осы жаңағыдай химчистка заттары несі бойынша мен сізден консультация алған жігітпін ғой. Жаңағыдай қаржылық сауаттылық туралы семинар өткен ғой, сол семинардың соңында келген тұғында. Сол семинардың күні осының үстіне мен сіз айтқан нәрсені жасадым. Бизнесті қазір аяққа тұрғыздық. Мен уже аппаратура алдым, мінекей біздің мекеме, мінекей аккаунт, уже енді конечно бір айналып керемет үлкен корпорация болып кетпеген, бірақ кішкене уже аяққа тұрғызып жатыр да. Сондықтан мен ойымша адамдар халал жолмен жасауға в принципе қарсы емес, менің түсінігімде. Просто біз кей кезде жаңағыдай шариғатқа сай кәсіп жүргізудің жолдарын үйрете алмай жатқан сияқты көрінеміз. Өйткені енді бір жағынан не шығар, біз үшін де әлде де бұл тема жаңа шығар, тақырып жаңа шығар. Біз көбіне баяғы бір жаңағыдай кредит алып мияқтан бір нәрсе істеп темкалар жасап сол дәрежеде пока мутить етіп жүргенге, кішкене финанс жүргізбей, кішкене жабайы бизнес жүргізгенге үйреніп қалған шығармыз мүмкін. Сондықтан да бұл нәрселердің барлығы финанс тұрғысынан да, исламский финанс тұрғысынан да біз үшін әлде сәл жаңа болып жатқан шығар деп ойлаймын. Ата егер де айтқан болатын болсаң, мен ойымша бір халық қарсы емес сияқты көрінеді. Аллаға мәлім. Негізі айтып отырмын ғой, бұл подкаст болмайтын болды, бұл интервью болатын болды бұдан кейін. Екеулеріңіз кезек сұрақ қойып отырыңыздар. Қателік сіз топ 1 сол не ма? Кредитпен бастау ма? Иә, кредитпен бастау. Екінші енді клиентті іздемеу. Мен жаңағы нені әдейі ана бизнес романдардағы ұқсап оқиғамен алып келіп отырмын ғой. Әдемі. Бизнес романдар қай күндер бір мешітке оқырмандар клубы ашылған ғой, Нұр Мубаракта. Неден бастайық, қандай кітаптан бастайық дейді. Мен айтамын, бизнес романдардан бастаңыздар. Бизнес романдар деген күшті нәрсе. Роман сияқты қызық қылып күшті жазылған, ішінде махаббат бар, ерлі зайыптылар бар, жаңағыдай бизнес бар, машиналар бар, ішінде сабақ бар. Сондықтан ананы егер де көрген болатын болсам, мысалы ретінде анау Элиот Голдраттың кітаптары бар, сосын экстремальный тайм-менеджмент бар, тағы кітаптар бар. 5 пороков команды дегендер. 5 пороков команды, потребляционный. Мотивациясын оқыдыңыз ба, потребляционныйдың? Мотивация деген кітабы ма? Иә. Потребляционный жазады, егер де мен кітаптарымды оқитын кісілер болса, бірінші осы кітаптан бастауға кеңес беремін деп айтады. Ол андай жалпы топтар, яғни бірінші басшылар, мекеменің топ басшылары, ең бірінші басшылары қалай өз-өздерін ұстау керек командадан ішінде, не үшін жасау керек олардың барлығын, неден басталатын мәселелер, нені түсіну керек. Енді анау роман ретінде екі мекеменің басшысының әңгімесі бар, таластары бар, сенбей отырады. Енді қызық, керемет жазылған. Оның үстіне кішкене ғана кітап. Сондықтан егер де бизнес романдарды мысал ретінде бастап оқитын болса, адам уже кішкене тым болмаса жаңағыдай бизнестің мәселелерін түсінуге қадам жасайды. Сосын бар, уже бара-бара барған сайын жаңағы искусство подбора персонала бар, жаңағыдай как привести финансовый в порядок бар. Ақырындап уже кете беретін сияқты, бірақ мен ойымша бастамасы осындай бір қарапайым кітаптардан бастау керек сияқты, қызықтырып алып кететін ше. Айтып отырмын ғой, біздікі интервью болатын деді ғой, үшін бұл. Демеке, сіз не дейсіз? Менде де сол ғой, жаңа кредитпен бастау, немесе кредит болмаса да қолындағы бар ақшаны бір неге тігіп жіберу деген кезде, мысалы өзі байқұс, ол адам 10 жыл бойы жинаған бір 5 миллион теңгесі бар, немесе 10 миллион теңгесі бар, сөйтіп осындай болып жатыр деді, дуф деп кіріп кетуі. Екінші қателік осы. Үшінші қателік, енді менде болған қателік, ол розовый очки ғой. Мен андай бір менде енді ана Гэллоп тест дейді ғой, Гэллопта бірінші позитив деген талап тұр да. Сөйтіп жаңа 22-ші жылы 10 бизнестен қадалғам ғой, 22-23-те. Сол кезде бір жылда. Сосын бір дос балам сұрап отыр, сен ода делибертив деген талант бар да, андай рискті көретін осторожность деген. Сен сонда осы бизнестің бүткілінде бастағанда миыңда бір қадаламау деген ой болған жоқ па дейді да. Мен айттым, отырып ойлашы, мен 1%-ға да миымда ой болмапты деймін да. Ол айтады, мен бастағанда 1%-ға атады деген ойсыз бастаймын дейді да. Екеуміз кәдімше бірімізге антонимбыз да, бір-біріміз толықтыратын адамбыз ғой. Кім, Абеке емес пе? Жоқ. Абеке деген Абзал айтасыз. Абзал ондай ғой.
толықтырушымыз ғой бір біріміз. Ол енді андай уже кәсіпке кеткен соң әрекетке көшеді, әрине ол көшпейді деген сөз емес. Бірақ айтайын деген мен әрқашан немен жүремін андай. Ай осы атады мынандай бір предчувствие дей ма не дейді, бірақ ол 95% жағдайда оның бір амалын әрекетін істемесең сен құр бүйтіп сеніп отыра бергеннен, немесе бір қарайсың қайтадан андай ошибка выжившего дейді ғой, бір қарасаң бәрі Wildberriesқа кіріп алған, бәрі атып жатқан сияқты, бір қарасаң бәрі мына жақты бастап жатыр, біреуі карго ашып алған. Карго яғни андай бір халық қазір әлеуметтік желінің бір минустарын бірі өзін күшті қылып бір атып жатқан сияқты қылып көрсетеді, сонымен опа деп бүткіл жиған тіргенін кіріп кетеді, бірақ по факту ондай емес болып шығады. Бұған жаңа көмектесетін қайтадан анализ жасау, зерттеу нарықты, ана ошибка выжившего бір түсіндіре салайын қысқа нұсқа. Ана неде бар ғой, бізде Түркістанда жаңа Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі тұруы мүмкін, бүткілі мынау тұрғанына мынанша мың жыл болды, мынанша ғасыр деген сияқты. Не деген керемет сапа деп айту мүмкін. Керісінше олардың 5-6 штук қалуы сапасыздықтың белгісі. Яғни Римданиде жүрсеңіздер, ол жақта білмеймін, сондай бір 500 мың үй болуы мүмкін кезінде, сол ғасырларда. Қазір бір 5-еу қалса, ол деген енді көп айтады ғой бізде совет өкіметінің кезінде мықты болды деген сияқты. Сол сияқты Wildberries'та да бүткіл атып жатқан сияқты, бірақ өзінің бір кәдімгі статистикасы болған. 95% адам ба кәдімгі миллион теңге обороттан асып көрмеген деген бір сол кезде хит болып жатқан кезде статистикасы болған. Бірақ сырттан қарасаң бәрі айналысып жатыр, бәрі нетіп жатыр, атып жатқандай деген сияқты. Сондықтан соны қарап көру, бірінші сол бүткіл ақшаны тігіп жібермеу, қанша жыл жинаған, екіншісі кредитпен кірмеу, үшіншісі анализбен кіру, есептеу, төртіншісі анализдің өзін дұрыс жасай алу. Өйткені ми бәрібір андай жасап жүресің де өзіңе ақтап аласың да, әйтеуір мынаны істеймін деп қойдың, ары қарай бір зерттеп жүрген сияқтысың, бірақ бүткіл нәрсені өзіңе керегін ғана алып отырасың деген сияқты момент бар да. Осы жерде көмектесетін нәрселердің бірі «Спросите маму» деген кітап бар. Сол жақта да адамдардың қатері кәсіп бастайтын кезде андай сұрақ қояды дейді да, мен осындай бастасам сіз мені алушы ма едіңіз деген сияқты сұрақ қояды дейді. А ол сен анаңа барып мен уродпын ба деген сұрақ сияқты дейді да. Ол саған айта алмайды ғой дейді. Ол әрине көңіліңе қарайды, амбицияңа қарайды, я деген сияқты енді сондай бір мағынада айтады дейді, достарың, жақындарың. Ал негізі сұрақ басқаша қойылу керек дейді. Сөйтіп ол жақта сұрақ қоюдың бір ережелерін берген. Сіз қазір мынандай мәселені қалай шешіп жүрсіз? Ол айтады былайынан. Тағы қандай шешетін жолдар бар деп ойлайсыз? Мынандай дейді. Мынандай болса шешуші оны қолданушы ма едіңіз? Ол иә дейді. Оны қолдансаңыз қанша төлеуге дайын едіңіз деген сияқты бір өзінің бір нелері бар андай. Кішкентай ғана бизнесті бастамай тұру, иә? Иә, брошюра сияқты. Иә, бұны бізде жақсы қолданған OneFit-та мен бір сұхбатымда қателеспесем 1 жыл ма 1,5 жыл ма тек опроспен жүрдік деді ғой. Олар енді бір инвестор тауып бір рет лақтырған, бір инвестор болмай қалған, екінші инвестормен істеген, бірақ сол жақта орта есеппен мен сол кезде ойлаған, бұрын тыңдаған кезде қуамау не деген опрос ол деген сияқты да. Сөйтіп олар бүткілін сұрап шыққан ғой, спортпен шұғылданатын да, шұғылданбайтын, әсіресе бізге көмектескендер шұғылданбайтындар көмектесті деді да, шұғылданатындар емес. Олардың аудиториясы шұғылданбайтындар ғой енді, сіз бір айға алып қойсыз, ары қарай бармайсыз, ол пропусктан ақша компанияға ала береді деген сияқты да. Сондай қызықтар. Сол сияқты енді кезінде Қуаныш Шонбайдың несінде де айтқан, бір кітабын жазған кезде бірінші жазып қойдық деді, потом предзаказбен сата бастадық деді, сөйтіп ақша төлеген адамдардан опрос жүргізе бастадық деді, сөйтіп мүлдем басқа кітап күтіп отыр екен да. Сөйтіп сол алған мысалы 1000 адам предзаказ жасап қойса, 1000 адамның 900 адамы мүлдем басқа кітап күтіп отқан түсіндік деді. Сөйтіп соған икемдеп келіп шығардық, ары қарай ол сатылымы буф болды деді. Бірақ дайындап қойған кітабымыз кішкене өзгертіліп екінші орынға жылжып кетті дейді. Сондай бір қызықтар. Екінші сол жаңа анализ жасағанның өзінде де дұрыс жасау, дұрыс сұрақ қою екен деген моменттер. Әдемі, күшті екен негізі пайда. Мен де андай ғой, кәсіпкер ретінде емес, инвестор ретінде қараймын ғой кәсіпкерлерге. Біршама уақыттан бері. Қалай дедіңіз? Инвестор ретінде қараймын да. Енді өйткені көп проект келеді маған, ақша саласың ба деген сұрақпен. Сол кезде олардың бірінші несі Қазақстанда жоқ бизнес деп келеді. Қазақстанда жоқ бизнес ол андай ғой, значит ол жүрмейтін бизнес. Жүретін бизнес болғанда ондай да, бізде Қазақстанда миллионерлер жетеді, кәсіп бастай алатын ақылды адамдар жетеді, и олар уже жүргізіп қойған болатын еді. Қазақстанда жүретін бизнес ол бар бизнес. Жоқ па, значит ол пока жүрмейді ол. Сондай бір несі бар да, бір қиялдары болады. Қандай бәсекелестікті болмайды дейді. Негізі бәсекелестік жақсы ғой. Голубой океан деп білетесіз. Ең үлкен андай қателіктер осы болады. Екіншісі қиялдағы есеп. Иә, қиялдағы есеп. Мен мысалға қазір маған айтатын сол да, қазір мен сізден 5 миллион теңге аламын, мен оны былай істеймін. Өзінің пайдасын айтып отыр да.
енді кәсіпкер инвестор ретінде маған өзім пайдам қызық қой. Сол жерде андай есептің несін көремін де шикілігін көруге болады. Мысалы ол үшін цифр оқи алу керек, иә, ол андай реально цифра болу керек. Ол жерде былай айтылады да, мысалға мен қазір Қытайдан 10 мың теңгеден товар алдырам, сосын мен оны 20 мың теңгеден сатам, таза пайда 10 мың теңге қалады, оның 30%-ын или 50%-ын саған беремін деген сияқты да. Оның ішінде карго бар, оның ішінде тасымалдау бар. Сен каргодан өзіңнің қоймаң алып келуің керек. Қоймаңнан бағандай ол клиентке, тұтынушыға барғанға дейінгі жарнаманың ақысы бар, и ол жерде жұмыс жасайтын кісілері бар. Яғни ол 10 мың теңге оған неге дейін 18 мың теңгеге дейін шығып кетуі мүмкін. Ана грязный маржа, чистый маржа деген сияқты ма? Көбі грязный деп алсады, бірақ чистыға келген кезде одан да. Яғни ана жердегі одан кейін салық бар 3%. 3%? Иә, мысалға да. Иә. Каспий неде өзімізде ИП-дағы салық бар да, мысалға. Иә, мен айтқым келді, просто уже жоқ қой деп айтқым келген ғой. Бірақ мен түсіндім, сіз жалпы айтып жатыр екенсіз бе. Сондай оның бәрін есептемей мына жағымен барады да. Одан кейін барады да бисмилля деп офис алады. Иә, мен даже ең үлкен қателік деп айтатын едім. Сразу әдемі офис. Біз енді Алланың қалауымен 5 жылдан бері бір офиста отырық. Биыл енді ауысатын шығармыз. Осы жерде тағы бірдеңке қосыңызшы, офис алады деген, сосын қателіктердің бірі сол тест жасамау ғой. Яғни анализіне жасап қояды, ары қарай тест жасауды ұмытып кете береміз да. 100%. Ол жаңа сіз айтқандай таяп сияқты бәлкім бір жасап нарықта қаншалықты ол интерес бар ма жоқ па білмеймін, бір 50 мың теңге таргетке жіберіп көру керек шығар дегенім ғой. Иә, хотя бы ол ең қарапайым жолы, иә. Бірақ мынау сіз айтқан мәселе өте үлкен мәселе екен шынымен де. Мен де осыны көп байқадым. Маған да келген кезде мен цифрларды оқимын ғой көбіне. Қарайсың, анау енді күшті ше. Айтамын, мынау болмайды ғой, мынау цифр қайда, мынау цифр қайда. Енді опыты бар адам мен опыты жоқ адам көп жек көрінеді, сондықтан енді білмеймін сіздерде қалай. Сіздің енді опытыңыз көбірек шығар инвестицияға қарағанда. Инвестиция мәселесінде, бірақ көбіне мен уже андай особо нөлден бастайтындарға салмайтын болдым, білдім. То есть мен тек қана масштабқа салуға тырысып жүрмін қазір. И сосын адамына қарайтын болдым. То есть мысалы адамы мықты ма, жауапкершілігі супер ма, жоқ кетпейтін адам ба, и ол расширяться етіп жатыр ма? Мен де керісінше. Сіз наоборот қарайсыз ба? Иә, мен кәсіпке қараймын. Кәсіпке адамына мүлдем қарамайсыз. Адам маңызды емес. Өйткені жоқ, ол жерде былай ғой. Мықты жүйе адамды тәрбиелей алады. Бірақ адам мықты жүйені тәрбиелеу үшін біраз жыл кетіп қалады да. Мықты жүйені қалыптастыру үшін дейсіз ғой. Прикольно. Просто историясына қарайсың, кәсіптің жүйесі мықты ма? Болды. Ол андай ғой, мысалға бұны мысал ретінде алуға болады. Румиді алуға болады да. Қуанышбай Румиді құрды. Ол құрып берген Руми менің ойымша 3 жыл жұмыс жасады да. Одан кейінгі басшылыққа ол құрып берген аны ішкі тәртіп бар оның ішінде, одан кейін оның бандай бренді бар, бүткіл нәрсесі. Одан кейін Қуанышбай кеткеннен кейін соған 3 жыл жұмыс жасады. Одан кейін бастап бәлкім Отзывтар қазір білмеймін енді қандай екендігі, мен өзім ол жақтан тамақтанбаймын. Жолым түспейді, жаман деп айтамаймын. Сәті түспейді да. Бірақ сол кезде мысалға 3 жылға дейін жұмыс жасап берді. Менің көзқарасымда. Оған ұқсаған кәсіптер өте көп. Неде де бар, Ford компаниясында бұрын болған, қазір бар ма білмеймін. Ford? Иә, көлік шығарып не қылатын. Ақылы демалысқа жібереді, мысалға менеджерларды, руководительдарды, роб деп ғой. Бір жылдан кейін, бір жыл жұмыс жасайды, бір жылдан кейін оны демалысқа жібереді. Ол демалысқа кеткен кезінде оның қол астындағы жүйе, мысалы роб болса, руководитель отдел продаж, немесе продукцияға жауап беретін, немесе есепшілерге жауап беретін, финансист, бухгалтерге, немесе финансистерға жауап беретіндерге. Ол кеткеннен кейін, егер ол жердегі жұмыстың тиімділігі төмендейтін болса, ол адамды қайта жұмысқа шақырмайтын болған. Өйткені ода бір жыл болды сол жерді жүйелеп алуға. Жүйелей алмады ма, демек ол жұмысты жалғастыруға қажеттілік көрмеген ол жерде. Сондай мәселелер бар да, сол себепті мен жүйеге қараймын. Иә. Мен айтып отқан себебім мынау ғой. Жақында осы мен 2 кәсіпке солайынан отказ бердім, осы өткен айда ғой деймін, қателеспесем. Андайда расширяться етіп жатыр. Бірақ өзі екінші проектта жоқ. Негізі супер. Мен анау точканы просто давай, сол точканы просто үлкейтейік деп жатырмын да. Мен сендерге ақша салайын, сол точканы просто үлкейтейік. Ол айтады, жоқ, біз
пәленше вообще басқа қалада новый точка ашайын деп жатырық дейді. Хорошо, окей, мен сені түсіндім. Сен өзің барасың ба? Жоқ, бармаймын. Бұл франшиза емес, басқа емес, не емес, жүйесі өздігімен қойылып қойған нәрсе емес, франшизаның өзінде жүйе қойылады да. Мына жерде ештеңе жоқ. Адамы жоқ па? Значит, ана жақта мен бүйтіп қараймын ғой, енді көбіне мысал ретінде бағанағы сіз айтқандай жүйені мысалға, өзіңіз айтқандай Қуаныш мырза болғаннан кейін 3 жылға шейін шыдады деп ше. Тура сол сияқты мына жерде де бір адам болу керек шығар деп қараймын ғой, мысал ретінде осы бір жүйені қалыптастырып қадағалап алып отыратын. Өйткені оған да енді бір ойым ғой, бірақ ол менде де жұмыс жасап жатыр, менде де жұмыс жасап жатыр да. Сіздің сіз айтқан нәрсеге мен тіпті айтар едім, мен мынаған көбірек ақша салуға дайынмын. Жаңа сіз айтқан нәрсе мен қабылдауға дайынмын, керісінше, өйткені шынымен жаңағы айтқандай жүйеленіп тұрған болатын болса, мен даже аз пайызды көбірек ақшаға сатып алуға дайынмын да, өйткені сен спокойнысың, жүйеге қалыптасып қойған болса. Сіздің ойыңызша да бір Европада, Америкада бір компания болған, инвестор бір компаниямыз бір адамның проектісіне 7 рет ақша салады. 7-інде де минусқа кетеді. 8-ші рет салады, 8-сінде кейін олар миллионер болады ғой. Сол кезде сұрайды ғой, не үшін сен 7 рет салдың дегенде, мен ақшаны идеяға или компанияға салған жоқпын, саған салдым дейді да. Сендегі ана стерженді көрдім деп айтады да инвестор. Бірақ мына жақта бүткіл ақшасын ақтап береді уақыт өте. Бірақ сіз айтқан нәрсеге бәрібір де қарау керек екен. Өйткені просто біздегі кәсіпкерлер ондай қазынасы жоқ қой, қайта 7 рет салып отыратын. Біз 1 рет саламыз, егер жақсы болмаса болды, инвестиция менікі емес екен деп кәсіпкер қайтадан түсіп кетеді ғой. Сол себепті. Ең алғашқы банкрот болған бизнестердің бірі КамАЗ болған. Мен вообще өмірімде енді вообще үш қайнаса сорпан қосылмайтын нәрсе ғой, КамАЗ междугородний КамАЗдың темасына ақша салып, ол болмай бытшыдан жер каша болған. Мен салатын кезде ойлағам ғой, мен инвесторлықтың типа несіндемін ғой, енді бір кітаптан адамда жерден адамдан оқығансың. Ақша егер атпай қалса да ештеңе қалмайды деген ғой. Атпай қалған кезде көңіл-күйің түсіп кеткен ғой. Ештеңе қыламын екен оказывается. Ол сен алғашында айта бересің, типа, бұл былай болады, ол ештеңе қалмайды, көңіл-күйім түспейді анау деп ше. Бірақ мен пока ондай адамды кездестірмедім, көңіл-күйге мүлдем түспейтін. По-любому осындай бір нәрселер болады ше. Мен көрген бір адамды 100 миллион салып, 100 миллион ақшасы жоқ болып кеткен кезде неған көңіл-күй түспеген. Енді сенде ол үшін ол кісі ол жерде ауру екен. Ол ауру екен. Мысалға ауру? Иә, ауру деген андай ғой. Әр адамның ләззат алатын нәрсесі бар ғой. Мысалы, кейбір адам көкпардан ләззат алады, кейбір адам жүзуден ләззат алады. Ол ақша салудан ләззат алады екен. Ол ата ма атпай ма оған маңызды емес. Таныстырып қойыңызшы, қайда жүрсіз? Біз не кездестіріп отыр ондай десең. Ләззатын беріп отыратын десең бе бәрі. Есентайда кездескен ол кісімен. Біреуге жоқ, ол андай болды да, бір кісіге ақша салған, 100 миллион салған, анау атпай қалған проект. Енді ана кісі айтып отыр, қайтарып беремін деп. Анау қажет емес деп тұрды енді. Осы жерде тағы бірден кесіме түсті. Айтыңыз. О да қорқыныш көбейіп отыр да. Керек емес деп жатыр ма? Демек бұл қазір 2 есе шығарайын деп тұр ғой, басқа жолмен деген сияқты да. Мен де енді қызық болды, сырттан бақылап отырмын, сол кезде көргенмін, сондай кісілер бар екен. Тағы бір жаңа жіберетін қателіктердің бірі, басында енді кейбіреуіміз мүлдем ақылдаспаймыз ғой, немесе анализ жасамаймыз. Екінші қателік анализ жасайды, бірақ дұрыс емес жасалады дегенде бағана айтқандай. Сол сияқты екінші қателіктердің бірі енді менің байқағаным, ақылдасады, бірақ дұрыс емес адамдармен ақылдасады дегенде. Бағана кітаптың несі қайтадан есіме түсіп кетті, жалғасшы. Сөзіңізді бөлейінші. Мынау сияқты қазіргі уақыттағы тиіскім келіп тұр да, просто тиісіп кетейінші. Мен Инстаграмда көрдім, бір кісінің андай 10 жыл тұрмыста болған, сөйтіп ажырасып кеткен. Жынысын айтпай қосылын, бірақ қазір адамдарға бақытты болуды үйретіп отыр да. То есть андай ғой, суть қарым-қатынас туралы әңгіме айтып отыр да. Сенде 10 жыл уақыт болды қарым-қатынасты құруға. 10 жыл болды қасында, сен ер адам бол, әйел адам бол, ана тіл табысуға. Бірақ сен 10 жыл бойы тіл табысамадың, түбінде ажырастың. Бұл айтқанда отбасылық жолың ұқсамады да. Енді шығып не айтасың? Сол сияқты ғой. Андай ғой, айтса да ол андай басқа қырын ғана алу, мысалы қалай? Жоқ, сәтсіздіктермен бөліссе болады ғой. Ол жерде жетістіктермен бөлісейін деп жатыр да, сонда ажырасу жетістік деген нәрсе бар. Аяқ киім сатайын деп бір немесе білмеймін, киім сататын дүкен ашып атып, сабын өндіретін зауыттың басшысымен сөйлесу деген сияқты, немесе сабын сатып жүрген сабын дүкенінің басшысымен сөйлесу деген сияқты. Ол сияқты бізде де болған. Сол бір ұстазымыз айтады, үйленейін деп жатқан кезде бізде компанияда, бұрын компаниямызда
бір ажырасқан бала болған ғой, 2 рет па 3 рет па, сонымен ақылдасқан ғой. Сосын айтады да, сен керісінше бақытты өмір сүріп жатқанмен ақылдаспайсың ба деп шандай. Сол сияқты ана Ескендір Бестай ұстазымыз айтады ғой, ментор іздеген кезде өмірінде әйелімен ұрысып көрмеген бір кісі бар деп естідім деп ше, ондайлар бола ма не деп ше, сөйтіп іздеп тауып соны менторым қылдым деп айтады да. Қалай ол ұрыспай жүру деген ол қалай деген сияқты ғой енді конфликт болмау, ұрысу деген біздің ойда тек шаш жұлысу ондай мағынада емес, конфликттің өзі болмау деген сияқты болуы мүмкін. Сол себепті жаңағы дұрыс адамдармен ақылдасу, соны уже көріп тастаған, жолды өтіп тастаған, артында бір кейсі бар деген сияқты да. 100%. Мен қызық бір не есіме түсіп отыр, осы бағана Оскар Хартманның несін көріп отырдым да, интервьюін, Гительманмен екеуінің. Не болды ғой өзі, Оскар Хартманды жаман айыптады ғой Гительман. Ол деген не алды еді, оныкі единорогтар емес, оныкі зомби-рогтар. Оны сатқан бизнестардың барлығы өшіп, өліп, банкрот болып жатқан бизнестерден сатқан, сөйтіп көтерілді деп екеуінің арасы кішкене не болған, ұрыс болған. Сонымен екеуі сұхбатта болып жатыр ма или дейін болып сосын сұхбатқа шақырды ма? Дейін болып, кейін барып сұхбатқа кездесіп екеуі рингқа шығып жаңағыдай постановка жасап сондай бір қызық болды. Сол кезде Оскар Хартманның бизнесін көруге барды кейіннен. И барса бизнес өте қарапайым да, машина алып сататын сондай бір қарапайым ғана не да. И мен ойымша ең көп адамның алданатын нәрсесі осы сияқты сыртқы бейнесі ше. Өйткені көп мықты бизнестер негізі тым әдемі емес бизнестер ғой. Андай бір қараған кезде мынау миллиардер деп ойламайтын бизнестер да. Мысалға алдында қарап отырмын, Каринаны қара мысалға. Карина деген салфетка ғой просто, жай әншейін салфетка, құдай вообще қаяқта қалмай жатқан салфетка. Бірақ қарасаң обороттан қара да 5. Карина деген қыздар есіме түсіп жатыр. Ұстаз салфетка бірден айтсаңшы десең. Қай каринет деп. Осыған қатысты бізде бір завод болған. Айтқым келгені жаңағы жастар көріп отқан соң айтып жатқаным ғой. Андай бір сыртқы бір әдемі офистар, брендселер басқалардың бәріне қызыққаннан гөрі, лучше аз квадратный метрдан немесе қарапайым нәрседен үлкен ақша түсіріп жатқан адамдарға қарай мән беру керек та. Мысалы Құлпынайды қара. Құлпынайдың магазиндеріне кірсең, былай артық қимылдай да алмайсың ғой, негізі кішкентай ғана жер болады ғой, Құлпынайлар кішкентай ғана жерлер. Мысалға анау Сайнадағы Ақсайдағысына кірсең, сен просто очередь бар мына жерде сен бүйтіп не қылатын жер ғана бар, болды. Дым жоқ, бірақ сен оның обороты білесің миллиард. Сол үшін айтқым келгені жастар көріп отырған болатын болса, ондай бір сыртқы темасына қызық болу керек деген ғой. Менде қоятын өзі бірақ сұрақ бар ғой жерде адамдарға. Ақша сұрап келген кезде саған әдемі бизнес керек пе әлде көбірек ақша керек пе деген мәселе да. Мысалға бағана туалетный Карина деп айттыңыз ғой. Иә, салфетка. Туалетный бумага шығаратын бізде цех бар. Алғашқы кезеңде ол ашылатын кезінде маған да қызық болмаған. Не істейсің дегенде сонда туалетный бумага шығарам деген сөз айтыла ма деген мәселе болған. Бірақ өзіміз типография оқығам мен өзім колледжде. Адасып барып қалғанмын. Оқыдық. Содан қалып кеткене. Қазір менікі емес, бірақ ол жер 3 сменамен жұмыс жасап жатыр. Яғни 24-те 7 істеп жатыр. 8 сағаттық жүйеменен. Қарапайым көшедегі адамдар макулатурасын өткізеді. Сосын бір не бар? Салатын не бар? Кислотамен оны араластырады. Макулатура и одан мындай туалетный бумага болып шығады да. Енді бағасына қарата кете береді. Бірақ ол бизнес көптеген бір мен инвестормын деп жүрген кісілерден көбірек ақша табады. 100%. Бірақ ол былай айтқанда Райымбектің ар жағында, одан кейін ол жерде жұмыс жасайтын кісілердің көпшілігі қарапайым кісілер, и тазалық жоқ ол жерде, өңшең қағаз болып жатады. Мүмкін емес оны бандай бір күшті етіп ұстап тұру. Күшті етіп ұстап тұратын болсаң, шығының көбейіп кетеді. Ол бағандай азық түлік болмағаннан кейін, тазалықты қатты бір ол деңгейде тазалық талап ететіндей бандай бір өнім емес, жейтін өнім емес. Сол себепті стандартталған жүйеде ұсталынады. Ол стандартталған жүйе бізге ұнамауы мүмкін. Өйткені әдемі көрініс емес, Инстаграмға салып мақтанамайсың да. Бірақ жақсы жұмыс. Ондай кәсіптер өте көп. Мысалы пекарнялар бар. Бірақ енді тамақпен айналысатын болсаңыздар, тазалығына мән беріңіздер. Адамдар өтіп қоймаңыздар. Ол әдемі бизнес емес деген сайын ол таза бизнес емес деген сөз емес. Просто ол жердегі тәртіп жүйесі қағаздарды алып келінеді, складқа тасталынады бірінші. Ол складтан кейін барып кислотамен өзі үлкен бочка бар, соған тасталынады. Сол аралық, ол қаласаң қаламасаң сен ол жерден тәртіппен істей алмайсың. Өйткені оны қарап айтқым келіп тұрған жоқ, бірақ бомж деп айтады, сол кісілер алып келеді да. Қағазда. Олар қоқыстан теріп алып келеді. Сол себепті ол жерде біз не қылмаймыз да. Тазалық
тәртіпті ұстай алмайсың. Мәселе сол. Осы жерде тағы бір сұрақ туындайтын сияқты, жаңадан кәсіп бастап келе жатқан кісілерге қатысты ше, жалпы бәрі кәсіпкер бола ала ма деген сияқты. Кәсіпкер болмай да жақсы ақша табуға болады. Осы подкастта кәсіпке дейінгі неге арнаймыз ба деген ғой. Кәсіп бастамау ой, деген бағана бір уже полный бизнесмендерге арнап жеттік қой, жарты сағат қой, 1 сағат уақытымызды. Жоқ, мысалы камераның артында бізде директор отыр ғой, бір айлығы нормально ақша алып отыр да қазір. Мен айта аламын, биыл бұл кісінің табысы біраз кәсіпкердің несінен жақсы болады. Кеше естідім, бір компанияның директорын өзім танимын, годовой алған айлығы $2 миллион болған ғой. Айлық алған, андай нанаги айлық бекітіліп отырылған, и жалпы компания есептеп шыққаннан кейін декабрь айында ол кісі осы декабрь айында $2 миллион айлық алған компаниядан. Қайсы кәсіпкер $2 миллион тапты екен деген мәселе ғой. 100% ол рас, бәрібірдей кәсіпкер болу вообще шарт емес, мүлдем шарт емес, бірақ жалпы негізі бірақ кәсіп жақсы нәрсе. Мындай, яғни екеуі де бар. Яғни бір адамдар бар, оларға кәсіп жақсы, бір адамдар бар, оларға айлық жақсы. Мен жақында бір кісіні солай босаттым. Менен ана кісіні босатқым келген жоқ, шыны керек, вообще жұмыстан жібергім келген жоқ. Бірақ көріп тұрмын, что потенциал мощный екендігін да. И мен оны уже мына жақта айлықпен бір нәрсе басқармай алданып отыруыма болмайды да. Ондай жігіттер кәсіпке барғаны жақсы да. Егер де сен топсың ба, мысалы ретінде бір мекемеде жақсы жоғарғы деңгейдегі бір қызмет атқаратын адамсың ба, болды, тамаша. Шыны керек, алтта шыққаннан кейін барып, егер де жұмысты ұмыта алатын болсаң, ол үлкен бақыт негізі. Ол үлкен нығмет негізі. Мен мысалы қазір жүремін, постоянно осымен екінші рет приступ болдым ба. Не үшін? 24/7 бизнестасың да өйткені. Үйде жүрген кезде балаңды құшақтап атып жаңағыдай бизнестің бір жаңағыдай процестерін ойланып тұрасың ғой. Валлахи айтамын, серьезно, шынымен сондай. Кеше бізді баламызды көтеріп алып жиналысқа қатыстық. Амал жоқ. Андай үйдегі отбасының уақытынан неге қаратай бардық та жиналысқа. Сондықтан кей кезде найым жаман деген сөз емес, бірақ бизнеста жаман деген сөз емес, екеуінде қадірін түсіруге болмайды, екеуінің де өз орны бар. Бизнестің бір маған ұнайтын тұсы, сен үнемі тәуекелде боласың. Бұрынғы ғалымдар сөйтіп айтқан ғой, жаңағыдай кәсіппен айналысыңыздар, тәуекелге Құдайға жақын етеді деп айтқан да. Ана ай соңында неде. Бірақ осы жерде осы мәселеде мынандай нәрсе бар. Егер діни көзқараспен кәсіп, енді жалпы негізі мұсылман ғой барлық адам. Кәсіпте мынандай бір қызық нәрсе бар. Алла ризықты біз ойламаған жерден береді. Яғни кейде ақылға да салу керек, и тәуекел де жасай алу керек. Мысалы бізде мынандай бір қызық болған, тіл үйрететін орталықта орыс тілін ашайық деді. Бұрын 2020-да ма 19-да ма болады. Есімде сіздердің тіл орталықтарыңызда? Мен айттым, орыс тілін кім үйренеді деймін ғой. Ашайық дейді қоймайды. Сонда орыс тілін ашамыз. Орыс тіліне түскен лидтің саны бір апталық араб тіліне түскен лидтің санынан көп болды бір күнде. 100%. Бір жағынан енді сіздерден де бар енді ол. Әзіл ғой. Бірақ орыс тіліне қызығушылық. Мен таңғалдырған нәрсе ол кезде ана болды да. Орыс тіліне деген сұраныс. Орыс тіліне сұраныс жоғары, негізі жоғары. Қазақстанда өте жоғары. Өйткені түсінбейтіндер көп, әрі соның бірі мен. Жоқ, сіз ғана емес, жалпы в принципе көп. Мысалға менде де тіл орталығы. Кейін кезде балдарға сөздік бересің ғой. Екі түрлі сөздік бар. Қазақша сөздік бар, қазақша арабша, және де орысша арабша бар. Орысша арабша мықтырақ, ыңғайлырақ, сөздер табуда оңайырақ, функциялары нелері басқа жақтарынан, шатастырмау жақтарынан, енді қолмен аударылған да, өйткені ол кезіндегі бір кітапты электронды қылып аударған. Ал мына жерде ол жаңағыдай орысшаны қазақша аударған да. Сондан орысша білмейтіндер кәдімгідей сол мысалы ретінде инструменттерін қолданған кезде кәдімгідей қиналады. Құжаттармен жұмыс жасайтындар қиналады кей кезде. Сондықтан бәрібір де жаңа тіл, ол тек қана орыс тіліне ғана қатысты емес, ағылшынға да қатысты ол нәрсе, ол дәл қазір Қытай тіліне де қатысты. Мысалы қазір мен Қытай тілінде оқып жатырмын. Оның барлығы ақпараттық алаңдар бәрібір де. Сен бір ақпараттық алаңның жаңа заттарын ала алу үшін бәрібір де сен сол тілді кішкене болсын білуің керексің да, орта деңгей немесе ортадан жоғары деңгейде. Әйтпесе ол шектейді адам бәрібір де. Ең қызығын айтайын ба тіл мәселесіне. Жаңағы цифр деген аналитика жасау дегеннен шығады. Менде оның алдында бізде енді тіл орталығы тоже білесіз ғой енді. Пәленбай мұғалім болды. Мына жақта мен жеке тобым бар өзім. Мен просто өзім жақсы көретін болғандықтан топ жинап алғанмын ғой. Араб тілін оқытқан жақсы көремін жағынан.
енді қысқасы жеке тобым бар. Соны анализ жасаймын ғой. Жаңағыдай мына жақтағы топқа жинау, мұғалімдерге адамдарды жинау кәдімгідей көп қадамнан тұрады да. Оларға сен бірінші таргеттен жаңа аудитория тартуың керексің, оларды қыздыруың керек, жаңағыдай олардың расположениесі бар, офисі бар, олардың әрқайсысының айлықтары бар, іс басқарушысы бар, жаңағыдай мұғалімдерді қадағалайтын система болады. Сол системаң бар, таргеттегі жүйесі бар, опысы бар, маркетингі бар. Бүкіл шығындарын бәрін алып тастап отырып есептеймін ғой. Сөйтсем, просто менің бүйтіп жинап алып 6-8 адамды, енді менікі чек жоғарылау да просто. 6-8 адамды алып оқыттырып отырғаным таза табысы, чистыми, грязными, чистыми, таза қолыма түсетін табыс. Яқтағы целый бір тіл орталығының несінен көрі тиімдірек болып шықты да маған. Яғни, конечно, яқта сәл ақша көбірек, бірақ прямо ол басында қатырып аздан кешке жүріп айналысуға тұратындай деңгейде емес та. Өзін ақтайтын деңгейде емес та. Одан көрем просто 5-6 адамды бүйтіп Инстаграмнан жинап алып отырып сабақ бергендігім ақша тұрғысынан екеуін салыстырсаң мысалға тиімдірек. Енді конечно ана жақтан басқа кәсіптермен басқамен салыстырған кезде тіл орталығының маржасы қатты үлкен емес қой. Бірақ в принципе негізі для души менің жақсы көретін бизнесім ғой. Тамаша да, керемет, күніне 5 сағаттан кәдімгідей интенсивно оқып, сен оны 0-ден келесің. Жақында біз бірінші семестрді аяқтады жігіттер. Офлайн кездесіп отырып барлығымыз. Бір жігіттер Өзбекстаннан келіп жатыр, менде онлайн бар ғой. Бір жігіттер Жаңаөзеннен арнайы сол кездесу үшін ұшып келді. Отырмыз, общаться етіп отырмыз. Бірінші келген кезде точка аларын жазып аламын олардың. Сөйлеп жатқан кезде, бірінші оқып жатқан кезде оқыттырамын да бір мәтінді. Қалай оқиды, қатемен, немен диктофонға жазып аламын да. Сосын барып біткен кезде өздерін тыңдатамын. Фейспалм болады ғой енді кәдімгідей. Көбінше 0-ден келген балдар ғой. Енді 0-ден келген балдар уже кәдімгідей бүйтіп арабша пытырлатып оқып жатқанын көрген кезде 3 айдан кейін, негізі 6 айдан кейін нормально тәпсірге түседі. 3 айдан кейін уже кішігірім харакаты бар кітаптарды аударылатын деңгейде болады. Аналармен кездестік, аналар кәдімгідей вообще басқа ғой, кәдімгідей басқа адам да. Өйткені ол Құранға достық қой қанша дегенмен. Құранды оқып отырған кезде түсіну деген нәрсе ол үлкен нәрсе негізі асыл. Сондықтан өзіме ұнайды. Қатты ұнайды сол үшін. Сондықтан жапқым да келмейді. Да и зачем жауап? Әдемі ғой, тамаша ғой, дінге әйтеуір қызмет болсын, кішігірім болсын деген сияқты. Сондықтан ол кете бергені жақсы сияқты. Сондай бір бизнестер бар. Сен просто для души жасайсың, ол жерде бірінші орында ақшада емес даже, ақшада маңызды емес та. Менде ондай бизнес болмаған. Мен үшін ең маңыздысы всегда ақша. Мен кәсіп болғаннан кейін, мысалға дінде ең маңызды нәрсе ол Алланың разылығы. Әр нәрсенің өзінің приоритеті бар ғой. Спортқа барғанда, спортқа баруың саған денсаулығыңа пайда алып келу керек. Денсаулығыңа зиян алып келмеу керек. Кәсіпке кірдің бе, кәсіп сені зиянға алып келмеу керек. То есть андай патриотизмменен немесе андай бір діни мотивтарменен. Мен даже былай айтатын едім, ол кәсіптің ішінде өлшемі ол. Кәсіп ол дүние. Дүние ісіне келген уақытта сен ол жерде екі ниетті біріктіре бересің. Дүние ісіне келген уақытта. Ғибадат ісіне келген уақытта біріктіре алмайсың, ол рия болып кетеді да. Ал дүние ісіне келген уақытта екеуін біріктіре беруге болады. То есть мен қазір ауруым кетуім үшін спортпен айналысып жатырмын. Және де бұл спортпен мен дұрыс айналысып жатырмын, Аллах тағала маған разы болатындай деңгейде. Я болмаса мен ниетімді түзетіп жатырмын. Қазір ішімді кетірген кезде мысалы ретінде маған қыздар қарау үшін емес, мен ішімді кетіріп жатырмын, Аллах тағала берген денеге дұрыс отношение жасайын деген нәрседе. То есть екі ниет бар да ол жерде. Ішімді кетірейін деген ниет бар. И бір жағынан жаңа ниет бар. Сондықтан Алланың разылығы әрбір істе болуы тиіс, 100%. Бірақ сонымен қатар дүниелік мақсаттарды қойып оларға талпыну, немесе сіз айтқандай жаңағыдай пайда табуға тырысу, ол нәрсе нормально. Бизнес қой, ол бизнестің мәнісі сол емес па? Еш айыбы жоқ дейсіз ғой. Иә, айыбы жоқ, ешқандай айыбы жоқ. Намаз оқитын көп жігіттердің андай қателіктері осы да. Бұл ненің салдары, діни тәлімді толығанды алмағанның салдары ғой. Шала естіген. Андай бір жұмадағы уағызбен шектеліп қалған, немесе түрлі осыған ұқсаған нелері болады өздерінің. Сондай бір несі бар. Үзінді уағыздар тыңдап алған, яғни жүйелі сабақ алмағанның кесірі деп ойлаймын да. Сол себепті. Онда қорытындылай келе түсінгеніміз, бәрін қорытындылай алмайтын шығар, енді өзім түсінгенім, жаңағы
ұстаз айтпақшы, кредитпен бастамау ол екі жақтан да андай. Осыған тағы бір не бар, танысымыз бар, ол кредитпен бастау деген мәселе емес, бірақ кәсібінің жартысы по черному басталған изначально. Өйткені по белому бірден бастаған кезде. По черному деген қалай? Мысалы, ипо тіркемей. Иә, жоқ, Дубайдан бірдеңке өтуі мүмкін, оны бірақ нелегально өткізеді, өйткені легально өткізсе, оны бұл сатудан смысл болмай қалады, әкелмей қалады деген сияқты да. Сөйтіп уақыт өте келе жақсы деңгейде көтеріліп кеткен, жылдық обороты 80 миллиард дегендей деңгейге кетіп қалған. Сонымен соңғы 5 жыл сол кәсібін жабам ба деген бүткіл командасы жаптырмайды екен да, бірақ ішінде анау не маза бермейді екен да. Сол кездегі нелер ше. Қазір енді 100%-ға белый қылып жібере алмайды. Ол андай бояу сіңіп қойған деген сияқты әңгіме ғой. Сол айтайын деген, бұл жақта енді біріншіден изначально кредитпен бастаудың өзі болды ғой, енді бір преступление наказаниядағыдай переступить дейді ғой, бір чертаны переступить етіп кетуі ғой. Сосын ана байқұс Раскольников бүткіл шығармада Достоевскийдан соңына дейін өзіне іштей арпалыс болып таласып деген сияқты моменттер бар ғой. И сол бір маза кетіп қалады. Бірінші момент ол жаңа қадалу нең деген бөлек әңгіме. Үшіншісі, прикиньте, солай басталуы атып кетсе деген, мен ойлаймын, одан да ауыр қорқыныш деп ше. Ол да жаңағыдай бірдеңе келсе, енді ар намыс деген іште бәрібір адамның фитраты белгілі бір уақытта не ғой ол. Өмір бақилық бір жеуге өтіп кетуі мүмкін деген сияқты. Екінші момент, қорытындылай келгенде бүткіл жиған терген 5-6 жыл жинап, өзің бір тырнақтап жинағанды бір тема шықты екен деп вау деп кіріп кетпеу, бәрін сап қоймау. Бұны Насим Талеб жақсы береді, өзінің черный лебедінде антихрупкості, яғни там сенің 90% сбереженияларың 85-90% рискі 90 қадалып қалу ықтималдығы 90 қадалмау ықтималдығы 90%-ға құйылған дұрыс дейді. Қалған 10-15%-ың қадалу ықтималы 90-ға құйсаң болады, бірақ ату ықтималдығы ол енді білмеймін, өйтпейді көрдім, бірақ бірнеше есе болып шығуы мүмкін деген нәрсеге страховка ретінде жасасаңдар болады дейді. Иә, бірақ енді тым қатты қорқақта болып қалмаңыздар. Әсіресе жас кезде, қатты үлкен жауапкершілік жоқ кезде қатты қорқа да беруге болмайды. Кішкене батыл кіру керек кейбір темаларға. Әдемі. Бойдақ кезде ғой. Әдемі, иә. Одан кейінгі мәселе анализ жасау. Анализді дұрыс жасай алу, өзің миың ақтап алатындай емес. Одан кейінгі мәселе ақылдасу, сұрастыру. Ақылдасудың өзінде де дұрыс адамдармен ақылдасу. Ақылдасуда да бір байқаған қатты көп ақылдасу да андай ше, уже миың андай болып кете береді да. Өйткені варианттар көбейе береді, сондықтан бір 3 адамды 100%. Мен осыны үнемі қолданамын ше, бірінші варианттар, идеялар көбейтіп аламын да. Сосын барып все болды. 3 күн арнаймыз, мұны қысқартуға ше. Солға. Міндетті түрде сондай нәрсе керек. Сол үшін ақылдасудың өзінде бір топқа бөліп барып, 10 адам болса жинақтап барып, 2-3-еуін ғана қалдырып барып, солармен ақылдасқан дұрыс. Әйтпесе ол көбейген сайын вариант көбейген сайын шешім қабылдау қиындай түседі. Шешім қабылдау қиындап түскен сайын қателесу ықтималдығы жоғарылайды деген сияқты моменттер бар да. Одан кейін қандай мәселені айттық тағы да? Одан кейін кейбір кәсіп әдемі болмауы мүмкін, бірақ ол күшті ақша алып келуі мүмкін. Жаңа Асекең айтқандай, саған Инстаграмға көрсететін күшті кәсіп керек па, әлде табыс тапқың келе ме, оны да өзіңе түсіндіріп алу. Инвесторлармен жұмыс жасауды білу міндетті түрде. Оларға не керек? Олардың да өздерінің интерестері бар. Оларға өздерінің ең әуелгі кезекте табысы қызықты, соны ескеру керек инвесторлармен жұмыс жасаған кезде. Әдемі. Иә. Егер осы инвестор мәселесі болатын болса, мен бірақ нәрсе айта аламын, инвесторға баратын кезде күшті идеямен, күшті әңгімемен барудың қажеттілігі жоқ. Инвесторға бірақ нәрсемен бару керек. Одан алған ақшаңды қалай қайтарып бересің, қанша пайызбен қайтарып бересің, и оның сенімділігі, осы мәселе қызық. То есть ана дизайны күшті болуы емес, андай ол ұзақ мерзімді емес. Бірақ жол. Яғни бірінші бизнес модельге мән берілу керек қой. Иә. Яғни сыртқы нелерге емес, сен қайқастасың, қанша қалады, оны қалай распределять етесің сол мәселе. Сосын ұзақ уақыт істегіңіз келетін болса, салықты дұрыс төлеңіз, өйткені біз деп айтуға жарамайтын шығар енді. Инвесторлар, олар тексереді. Ин арқылы тексереді. Кәсібін егер не болатын болса, бейіндарын тексереді. Түрлі нелер бар өзі. Жалпы компания қалай деген мәселеде. Сосын жоқ кәсіпке емес, бар кәсіп. Мысалға мен қолымдағы бизнесті алыңыз, менен жақсырек жасаңыз да, ары қарай ашасаңыз. Ең күшті вариант. Инвесторларға бөлек сөйлесетін шығармыз қазір, иә. Мынау таза бизнес бастағысы келіп жатқан адамдарға болса, плюс-минус біраз нәрсе айтылды деп ойлаймын. Осымен тағы бір екеу келіп тұр. Содан кейін жаңағы бірден тест жасап көру, бірден бүткілін ашып алып, оны да ескеру. Қытайдан келдіңіз де 10 миллионға товар беріп тастадыңыз, келіп қалай сатамын деген емес. Басында мүмкіндік болса, бір 10 штук, 20 штук алып, қымбатқа түседі әрине. 100 штук, 1000 штук алғанға қарағанда, бірақ ол бәрібір қалтадан қатты теппеу мүмкін деген момент. Немесе жаңағы кемі таргет жіберіп көру, как минимум бұл енді бір әліппесі дейді ғой.
сұрастырып көру деген сияқты моменттерді ескеру. Одан кейінгі момент жаңағы офисты қайтадан бірден буф деп алып алмау. Бізде де қателік болған. Офис алып алып, енді мына ішіне оқушылармен қалай толтырамыз деген сұрақ қойғанбыз ғой. Андай бір кабинеттен бастап оған сыймай жатып 2 кабинетке өттік деген емес. Жоқ, андай 200 квадрат алып алған соң 5 кабинет бар. Енді осыны толтыру керек деп. Мен осыны анау қазір алғашқы бизнестен кітап жазып отырмын да. Осының ішіне осыны кіргізіп отырмын ше. Бірінші лидтар деген әңгімені. Бірінші лидтар толтырлау керек сенде, сосын барып дальше көресің. И серіктестердің темасын айтып кете салу керек сияқты. Слишком мынандай бір 20 адаммен, 30 адаммен, 7 адаммен, 5 адаммен бизнес бастамаңыздар. Қолдан келсе вообще соло бастауға тырысыңыздар жеке. Егер де болмай жатса қасыңызға бір адам керек енді. Бірақ енді жалпы әрбір адамға қасына біреу керек. Өйткені адам егер де өте рисковый болса, кішкене салмақты біреу керек. Тым салмақты болса, қасына сәл рисковый біреу керек та. Бірақ ол адам кім болатынын сіз шешесіз. Егер де соло бастасаңыз, жеке бастасаңыз, бірінші кішкене айналдырып аласыз дағыны өзіңізге директор немесе жақсы бір қасыңызға қызметкер аласыз. Ол күштірек. Өйткені ол жерде иерархия бар. Жүйенің жұмыс жасауы оңайырақ болады. Ал бірақ егер де сіз тең бастасаңыз, біреумен басталмай атып, бірінші что не то болып жатса, қалай тарайтындарыңызды түсініп алу керек изначально. Қалай жасаймыз? Ол сатып кете ма, долясын қалай қылады? Соның барлығын басталмай атып анықтап алмайынша, серіктестер деген өте қиын проблема. Бұған бір бөлек подкаст жасайық. Құдай қаласа. Осымен бүгінгі бізге бөлген уақыттарыңыз үшін мың алғыс айтамыз. Алла разы болсын. Келесі подкастта жүздескенше.